Сәлеметсіздер ме балалар? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабақ тақырыбы бізде түстер палитрасы. Сабағымыздың мақсаты графикалық редакторда құралдарды пайдаланып, қарапайым кескін құру. Түстер палитрасын пайдаланып, суретті бояу. Енді алдыңғы сабақта өткен тақырыптарымызды есімізге түсірейікші. Симметрия дегеніміз не? Қандай суреттер симметриясы сақталған? Алдарыңызда 5 сурет тұр. Көрейік, ойланайық. Бірінші суретте бізде үй салынған. Екіншісінде оюлар берілген бізде, осы симметриялы екен. Және келесі сурет көбелек, келесі қара адам, киіз үй. Қай суретте бізде симметрия сақталған? Есіме түсірейік, симметрия дегеніміз не? Екі жағының бірдей болуы, немесе тепе-теңдік сақталған суретте симметриялы сурет деп атаймыз. Ал енді қай суретте симметрия бізде? Қай сурет симметрия? Ою, көбелек, киіз үйде симметриясы сақталған, екі жағы да бірдей. Қазір біз сіздермен енді түстер палитрасын қолданып, осы берілген суретті салып көрейік. Сіздерде телефондарыңызда Paint программасы орнатылған. Көп оқушыда бізде компьютер жоқ. Телефонмен осы суреттерді саламыз. Ары қарай маған чатқа салған суреттерімізді жібереміз. Бірге көреміз, талқылаймыз. Енді осы жұмыстың бізде дескрипторы, сіздер сурет салған кезде әртүрлі құралдарды пайдалана алу керексіздер, бағалаймыз. Сол бойынша бағалайсыздар өздеріңізді. Мысалы, карандаш қолданып салсаңыздар болады, фигураларды пайдаланып салсаңыздар болады. Және суретті түстер палитрасы арқылы бояймыз. Оны қалай бояймыз, мен қазір сіздерге көрсетемін. Міне, бізде сурет берілген. Енді бұл қарап отырсаңыздар, Paint программасының терезесі. Осы суретті біз салар алдында немен қолданып салуымызға болады? Фигураларды, немесе карандашты алып қолдануымызға болады. Фигуралар міне осы жерде тұрады, көрдіңіздер ме? Дайын, оны алдыңғы сабақтарда өткен болатынбыз. Ал енді осы суретімізді бояуды үйренеміз. Түстер палитрасы арқылы бояймыз. Енді мен көрсетейін. Мынау бізде тұрған құралдай сармандар тақтасында палитра. Палитрада автоматты түрде 20 түс болады. Бірақ бізге тағы да керек түс болатын болса, оны изменение цветов деген мүмкін түстерді өзгерту арқылы қосуымызға болады. Үстіне шертеміз. Түсті таңдаймыз. Добавить в набор. Окей, міне түс қосылды бізде. Енді осы дайын суретімізді бояйықпыз. Мен таңдаймыз бірінші. Құйып бояғын. Шелектің суреті тұр мына жерде. Шамалы қисайып, соны таңдаймыз. Керек түсімізді таңдаймыз. Так, шырша бізде қандай? Жасыл түсті таңдайық. Осы жасыл түс. Шыршамыздың үстіне апарып, шыққанын сол жақ батырмасын бір рет шертеміз. Міне, осылай шерту арқылы біз өз суретімізді бояймыз. Ой, түсіміз бірдей болып қалды. Қандай түс таңдаймыз? Бізде осы болсын. Енді бұлттарымыз тұр. Бұлттарымызды бояймыз. Қоюлау түсі мінекей. Шерте отырып суреттің үстіне бояуымызға болады. Енді бізде үй қалды боялмаған. Осылай суретімізді бояп шығуымызға болады. Енді мен сіздерден күтемін. Қазір 5 минутта сіздерге тапсырмаға уақыт беріледі. Суретімізді салып, маған чатқа кері байланыс ретінде жіберейік суреттерімізді.
Балалар, енді сабағымыздың қорытындылап келетін болсақ, мен сіздерге жеке жұмыс тапсырғым келіп тұр, бергім келіп тұр. Мысалы ретінде сіздерге 4 сурет беріліп тұр. Осы 4 суреттің ішінде ұнағанын өздеріңізге таңдап, мен чатқа жіберемін, ұнағанын салсаңыздар телефонда. Содан кейін маған жекеме қайтадан жібересіздер. Енді мынандай сұрақ сіздерге. Осы Paint бағдарламасында біз тек қана сурет сала аламыз ба, немесе мәтін енгізуімізге бола ма? Вот сол сұраққа сіздер ізденіп, өздеріңіз салған суреттеріңізге аты жөндеріңізді, немесе көктем келді атты тақырыпты енгізіп, жазып маған жібересіздер, ізденіп көрейік өзіміз. Енді жетістік баспалдағы. Өзіміздің осы бүгінгі сабақтағы жетістігімізді жазып жіберсеңіздер. Тапсырманы орындай алмадым. Аздап қиналдым, тапсырманы орындай алдым. Өз жетістіктеріңізді өзімізді бағалап жазып жіберейік. Қиналдыңыздар ма, қиналған жоқсыздар ма? Енді сабағымыздың соңы аяқталды. Сабағымыз сау саламатты болыңыздар.